Айбат, шық бері. Қолыңды бер. Ары шегін. Мұнда бұрылып тұр. Түс алдыма. Мұнда тұр. Жүр. Бас аяғын. Жүр. Саған бір тілші келіп тұр. Жүр. Кір. Бұрынғыдай емес. Осы күндері жүрекшілер тал үстеде саудаласа береді екен. Бәрі еркін. Оларды ұстайтын тургайсты ешкім жоқ. Айтпақшыдай. Ерлік пен жігердің бала кезінен бірге өсті деп едіңіз. Бірге өсті ғой. Ес білгелі жігердің нағашы әжесінің қамқорлығында ақыл парасат пен егіздерше тәрбиеленген. Ол екеуі болашақта кім болады? Міне, бәрі гәп осы сұрақтың аясында тұйықтала береді. Тұйықтала береді. Жігер, қалайсың? Жақсымын, өзіңсе? Менде бәрі жақсы, көрмейсің бе? Маған тәтем жаңа автомат сатып алыпты. Әдемі екен, маған олай тұруға берші. Жарайды, бірақ екеуміз мәңгі дос боламыз. Иә, өскенде де дос боламыз. Ал өскенде сен кім боласың? Өскенде мен милиция болам да бандиттерді ұстаймын, өзіңше? Мен ендеше бандит боламын. Так, сен өлдің. Так, сен өлдің. Достар бір-бірін өлтірей ме? Құлақ қалса өледі. Ал ендеше екеуміз құшақтасып өлейік. Так.
Салам алейкум, бродяги. Валейкум ассалам. Ява, Какая? нашего по беспределу пустили. И чё? Как это чё? Да ну! Жалпы өзінің хал-ахуалың қалай? Шүкір. Бұл сенің астана бір сәт келуің бе? Басықта естіп жатырмыз әйтеуір. Иә, мектеп бітірісімен Алматыға оқуға түстім де. Сонда тұрақтап қалғаныма бақандай 12 жыл болды ғой. Мәссаған. Өтер өмір дөңгелек деген осы ғой. Сонда университетте 4-5 жыл оқыдым дейік. Жаңағы 12 жылдың қалған 7-8 жылын тек қана органда қызмет еттің бе? Иә, өзім сол саланың маманы емеспін бе? Солай ғой. Мен мұнда жақында ғана, осыдан 3 ай бұрын тұрдым. Бастық сені қарсы ал деген соң. Өзің Арқал жақтан емес бе едің? Иә. 12 жыл бойы енді көрге жассың. Елдос, осында әдемі қыздар жұмыс жасайды деп еді. Налары ма? Ерунда. Сендердегі сағай сейпілі көселеріне қарағанда. Айтпақшы, бұлардың иесі сенің жерлесің. Кличкас Тургайц. Тургайц? Анық кім болды екен? Оны білмеймін. Нақты дәйел жоқ. Бірақ та осындағы жалға пәтер берушілер, жезікшілер бәрі соған қызмет жасайды. Сенімді жігіттердің көбі қазір осында жүр. Кришалар. Проверь девочек. Хорошо, брат. Проверю. Чувствую, сегодня начнется. Иә. Рұқсат па екен? Жігер. Кел. Отыр. Бауырым, сен іскер азаматсың. Ризамын. Осында өзімді Алматыдан арнайы алдырған себебімді білесің. Көлеңкелі бизнеспен айналысатын біреулер бар. Әсіресе Тургайц дегеннің аты жер жарып тұр. Құрық ұзындау болса керек. Қыздарды жезекшелікке салудан 8 жыл бойы алдына жан салмай келеді екен. Талай бәсекелестердің өлі түрісі белгісіз болып қалды. Ал оның үстінен қарайтын адам әлі жұмбақ. Біз осы кешке дейін әліптің артын бағып келеміз. Енді тоқтату керек. Ол сенің ғана қолыңнан келеді. Жігер. Іске сәт. Тургайц дейді. Неге оны мен міндет түрде? Мен күресуім керек. Әлде бір апамның бөлтіріктері бір-бірінің психологиясын, осал тұстарын біледі ғой дегені ме? Ей, тәуекел. Не де болса, көрейін енді.
Олардың ерсіз сені желесің, Кличко Тургайс. Әсіресе Тургайс дегеннің аты жер жарып тұр. Алло. Алло, ассаламуалейкум. Бұл жігер ме екен? Иә, тыңдап тұрмын. О, Жаке, сколько лет, сколько зим. Мен ерліктеген еркекпін ғой, бауырым. Ой, елки. Тірісің бей сен. 10 жыл бойы хабарсыз кеткеніңе қатты өкпеліміне. Иә, кінә менен. Бірақ 100 жыл хабарсыз кетсек те, иттірлік екеміз екі айыра алмайды ғой. Омырға айналсақ та босап кеткен помидорды бөлісе жейміз. Жарайды. Қалайсың өзің? Қызмет бабы жақсы ма? Иә, шүкір, рахмет. Өз жағдайың қалай? Қайда жұмыс істеп жүрсің? Үйленген жоқсың ба дегендей? Үйлендік қой. Жұмыс сол. Шағын кәсіп айналысында жүрген жайымыз бар. Бастықты еліміз бойынша мен ғана танимын. Сен осы менен бұрын үйленіп қойған шығарсың, а? Енді қалай деп ең? Ей, Ереке. Давай ертең обед кезінде бәйтерек алаңының алдынан кездесейік. Қалған әңгімені сонда жалғастырармыз. Қазір бір маңызды тапсырмамен басым қатып отыр еді. Жатпай тапсыр. Сені жаман қатты сағындым ей. Айтпа менде. Давай онда. Көріскенше. Жақсы онда. Жігер деген сен місің? Меше сіздің қарсы алдыңызда отырған ерлік деген бауырыңыз болыңыз. Ей, қалайсың, ей? Сен өзгеріп кеттісің ғой? Көрмеген көп айдың жүзі болды ғой. Айтпа, сенді. Жәке, жарайды. Саған біздің жігітті таныстырып қойын. Мына тұрған біздің тұрамыз Айбат. Жігер? Ал мына Қайсар деген бауырың. Сенің жігіттерің ғой. Ел аман жұртынышта саған қандай жап-жабайын деп еді? Қайдағы ел аман жұртыныш? Айпаш, сені Астана Бандыстауға кет деймін, ә? Бұның бұл жерде тапсырған Қалжың ғой. қалжыңды қоймайсың, а? Сыры Жәке, бір тош жерге бар сөйлесейік. Ал, Шәкел, осы шалпайды. Жоқ, біз қозғаламыз. Ереке, ренжімесең мен қозғалайын, асық сен. Неге асықтың? Басқа қарамадың ба? Ана-мұны әзірлетіп отыр едік. Жоқ, Ереке, тағы бір реті келер. Олай болса келістік. Онда өзім шығарып салайын.
Жаке, келесі кешке шығып тұр енді. Біздің іске жекең жұқартып қайтесің. Біз әлі бергі жағанамыз ғой, тамырымыз тереңде. Ей, Ерлігей, не жетпей жүр саған? Қос коттеджің бар. Есілдің сол жағалауынан үй алыпсың. Ресторан, қонақ үй, сауна. Соның бәрі бір өзіңе жетпей ме? Режимеш енді. Өзіме тастайын да жұмғы соны. Тек уақыт керек. Давай. Кто лоббирует наших мамочек? По адресу это мы. Я не привык делить один хлеб. Хорош, пацаны. Да ты на кого? Ты вообще с кем двигаешься? Я ни под кем не двигаюсь, я сам по себе. Ну мы тоже сами по себе. Касики случайно? Кубанцы. Вообще с каким интересом? У нас много интересов. У нас тоже у всех много интересов, и все они разные. Может, сойдемся в одном интересе? Ну, если будут интересы, сойдемся. По рукам? По рукам. Присоединяйтесь, пацаны. Ақымақтар. Кеше келген алпауыттар бізге шығыс қысылар келді міндетсін кетті. Қайда олар? Айналайын. Кезекті рейсті күтіп оларға 9 сағат уақыт қалды. Сосын анау салдағада бір шетелдік қыз керек екен. Құн сағаты $1000. А? Иә, іске кірсіңдер. Нәтижесі таңертең 11-ге дейін күтемін. Ассалаумағалейкум, Басекевич. Жақсы, шүкір. Иә, қабылдап алатын болдық. Бүгін ғана жігіттердің сап қойдым, бәрі өзім қадағалап отырмын ғой. Жауап, шүкір өзім сап Turgay деген біреу бар екен осында. Маған сол жайлы толық мәлімет керек.
тастасаң десең, жынысы ма? Қош, бас тартпа, онсыз да мазам болмай тұр. Жансау, сен менің маған не жібересің? Қойш. Осы сенде үйде әйел балам күтіп отыр деген сезім бар ма? Аптасын 2-3 рет келесің де кетесің. Баяғыда айтқан емес саған. Көңілдесің болса, бар сонда барып тұр. Болды. Мен де саған баяғыда айтқам. Спарым да, нарым да өзің қарады. Енді әңгімені осымен доғарда, бар тамаңыз істе. Түсіндің бе жан? Жоқ. Түсінген жоқпын. Кетші алдан деп ойлаймын. Олар қайда? Екеуінде сабақтан келетін уақыт болды. Текке көп сөйлерме. Бар, алып кел одамды. Міне, бірден сүй демейсің бе? Қазір біз келгенде өтіп бата жадырап көз жайтын. Жарай ма? Да. Кстати, Айбат. Слышал за пацанов в Целиноградске? А что случилось? Да как бы еще ничего не случилось. Всякое разное все может произойти. Да не, вообще можно было бы проверить этих пацанов столичных? Как, что они там? Да завязывайте, пацаны, это не наш уровень, не свои мелкие движения. Да не, можно было бы проверить, как, что, может что-то и поймали на них. Да, кстати, он прав. По мелочи, блядь, найдем. Жігер. Сендер үйге кіріңдер. Төрге жайылса берді ме? Қал жағдайларың қалай? Қазір тамақ дайын болып қалды. Ереке, атақ даңқында өрлей тұрып, мына кемшілігің не? Менің тәжірибемде үйге кіргенге дейін жігіттерді ертіп жүріп жол екен. Осыдан бір ай бұрын белгісіз біреулер кіре берісте жабылып, өлім шетіп кетті. Олар көзін құртып десе, мен сол құрыған көзді ашып алдым дегендей. Осы екеу бала сияқты ата сақалдар ауыздарына түскенше жатындар төбелес әйтеуір. Әне, біздің Іңкәржан екеуміздің жігіттерше сөйлескеніміздің өзін жақтырмайды. Қолдарыңды жуып тамаққа келіңдер. Қыстан әңгіменің керегі не сол? Жүріңдер. Тамақта дайын болып қалған екен. Чего смотришь?
Да так, мечтаю. Кәсік, жақында бір істен олжа болады. Бірақ Тургайсқа айтпаймыз. Ақшаны бөліп аламыз. Брат, онда біз байымыз ғой? Бірақ, қалай? Оны өзің көресің, маған сен. Ақша болғанда не істейсің? Үйленем. Қара, менің қызым. Мына вазалда тұрған қыз ғой. Ренжіме әзір ғой. Bak, telefonla Turgay şakıdan. Айбат, Тургайсқа дейміз. Арамызға бұл құлшыны жіберген. Анау жігер деген досы ғой. Тургайсқа айтпай, екеуміз өтіре салайық па? Бірақ оның өзімен ақылдасқанымыз дұрыс шығар. Ертең кәсіпкерлік кетсек, масқараның үлгесі сонда болады. Кайсик, ана тапсырманы орындадың ба? Қазір қолым тимей жатыр. Үйленем дейсің ба? Сен білесің ғой бізге үйленуге болмайтынын. Қойшы Айбат, өз-өзіме жауап берем ғой, білесің ғой мені. Үйленем дегенде дұрыс шығар. Тойды қайда жасайсың? Арқалықты ала жаса. Құдай қаласа. Тойды көтереміз ғой өзіміз. Кім? О, жігер, кел. Қалайсың? Сай жүрме. Кел отыр, кел шай ішеміз. Жағдай қалай, үстіне жатпа. Бәрібір қалыпты. Солай жігер. Айбат пен Кәсіпті қайда білесің? Олар Тургайстың жігіттері ғой.
Көшіге. Ол дәл қазір айтатын әңгіме емес. Жалпы өшірді айналайын. Жоқ, Юлдас. Әңгімені басқа жаққа айналдырмай, маған Тургай жайлы айтшы. Шынат жүріп екен ол. Сол сен де қоймайсың, а? Мен жақында ғана жеделсіппен Тургайсың соңына түскен. Оның аты жөні Ерлік Қасымов. Ерлік Қасымов? Да, не болды? Қасымов? Сенен басқа тағы мүмкін не екен? Жоқ. Қазір ешкім емес. Зерттей түсу керек дейсің ба? Зерттей түсу керек дейсің ғой. Юлдас! Тоқта! Тургай, жайлы айтып бересің маған! Ты легавый. Да ты всего лишь жалкий мусор. У тебя духу не хватит меня завалить. Я тебе не твой кореш, чтоб со мной ментовские шутки шутить здесь. У тебя не хватит духу. Ты не сможешь покончить со мной. Тебе это будет трудно. Шекарада қару-жарақтың ұсталып қалу қаупі бар. Уақыт жоқ. Бәрібір де тез жеткізу керек. Жоқаның бригадасы ма? Я, брат, адаспаған шығарсың. Ендеше межелерің қандай? Ашық айтсам, қару-жарақ тасымал. Баяғы нүктеге ме? Я, сол аймаққа. Қазір Тургай сен бәсекелестеріміз бізге айтарлықтай кедергі келтіріп отыр. Сондықтан да абай болу керек. Не, маған сенбейсіңдер ме? Біз ешкімге сенбейміз. Бүгін досың, ертең жауын болып кететіндер көп. Сатқындарды аямаймыз. Аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі деген. Жарайды, бәрін қатырамыз.
Слышь, парня, чё косика с рукой? А походу кинжал поймал. Да нет, пару недель назад порезал. О, а вон и Бэтмен потянулся. Здорово, полулюдик, как дела? Салам, брат. Откуда идешь? А так, с больнички тяпаю. О, через 2 дня, говорят, бинт снимут. Да, шрама даже не останется, говорят. Это отлично. Вы что стоите? Да терпилу одного дожидаемся. Ну, кто это? Чё за карусели опять? Чё, куда? Сәлемсің қыз. Айжан, Эдик болам. сал серісің бә? Крутой жігіт. Мен бұл мұрындармен араласпаймын. Саған бірден айтсам ренжімейсің бе? Айта ғой, жаным. Жоқ, шынымен ренжімесең айтам. Жарайды, уәде берейін. Мені саған жіберген тургаец болатын. Тургаец менің жан досым болып шықты. Дайындала беріңдер. Елемессің.
органның тыңшысы дейді. Өзінен де әңгіме тартып көрдіңдер ме? Қалтырады екен. Ешқандай сыр білдірмейді. Бірақ вокзалдағы 6 жігітті тергеуге алдырған сосын жігер. Бірақ кеше соңымызға түскен көрісті бір қиылыста қоршап қолға түсірдік. Олар да жігердің арнайы тапсырмасын орындап жүргендер екен. Не болып көттесің? Айбат, сен бала кезінде ұяласқыштар таласып көрдің бе? Иә. Дос, сен ше? Сонда бірін-бірі аямайтын деді? Аямайтын жігіттер, аямайтын. Өйткені айтаршылар оларды екі жаққа жібермей, желкелерін ұстап, бірінің үстінен бірін лақтыратын. Біз де дәл сондай болдық. Айтақтаушы жігердің жақтасы. Сондықтан да ол мені оп-оңай қашып салды. Жігіттер болып қалды. Қайдан келе жатсыз, аға? Тауарға келе жатырмын. Груз должен дойти отсюда, сюда. Товарды жеткізетін жерге жеткіземіз, бірақ сіздердің адамдарыңыз қажет. Жігіттер болады. Барлық документтер дайын. Тек қана министрдің соты керек. О жағынан саспаңыз, ол өз қолыңызда. Сен кімсің? Не болып қалды? Сен крыша келіп қалып еді? Абайлап сөйлес, мен арнайы Жохан тапсырмасымен келдім. Жоқа жіберіпті. Бірден сый демейсің бе? Айбат, кетеш тауып кетіндеші. Сасып қой. Өлтірейін ба? Жоқ, бір жол аман есен жіберіңдер. Слышь, Дэв, такие поступки до меня дошли. Вчера какие-то ребята пришли, беспредельничали. Кто такие? Какие-то тургайцы хотят авторынок потребовать. А в говню Джохи сказать об этом. Джохи сказали? Не, ребята, Джохи ничего не судят. Думаю, сами уладим, да? Я видел их, гнать их надо, щеглы отморозки там. Проблем не будет. Давайте их надо. Если надо, давайте стрелку убьем.
Тормозить их надо, другого варианта нет. Тормозить тормознем. Стрелку набьем. Главное, чтобы шеф не узнал. Давайте это дело как-нибудь сами уладим, да? Да без проблем. Че базарить? Если воробей хочет умереть, он играет с Беркутом. Что-то меня придавило, ребята. БД отдали, да? Қайсы Тургайсты жекпе-жекке шақырып жүрген? Алдымен, нефтейінде. Тургайс көрінген аппартмен сөйлесе беретін көше бұзақсы емес. Екіншіден, ол өз авторитетін түсіргендерге дираты да бермейді. Тоқтар, мен бұл жерге оны өз үлкенін талап еткен. Алдында сен сияқты үріп тұратын төбеттерін жіберсін деген жоқпын. Солай ма? Здорово, мужики. Мужики на такие лес валят. Ты чё опархаешься? Это ты чё? Қалайсыңдар жігіттер? Братан, мына Қайрат деген же Жоқаға сатып кеткен біреу болып шықты. Ол осымен 4-ші топты қол астына алып, қамқор болып отыр. Не істейміз? Иә, солай. Осы кезге дейін бизнесімізге кедергі келтірген жеті топ құрдымға кетті. Алдыма келе жатқан сырттарымыз осы Жоқа ғана. Онымен алыстан арбасым керек. Әйтпесе ол бізді қапылыстан беріп кететін қауіпқа жалғыз жауымыз. Брат, Жоқа бізді ертеңге стрелкаға шақырып отыр. Ал біздің тауар болса, өз нүктесіне жетіп қалды. Уақытымыз Жоқамен алысуға кетемін деп қауіптенеміз. Не жігіттер, бұл жерде әділ-тәсіл қауіп қатыр дегенді ойлайтын мен ғана. Ал сендер берілген тасыман орнына содан оң нәтиже шығарушысыңдар. Бұдан кейін қауіптенеміз, тәуіптенеміз деген жалмақай сөздерін естімейтін болайын. Тауарды қабылдауға үлгереміз. Ал ана Қайрат дегенді еш қару қолданбастан тозақ аттандырып жібердіңдер. Тоқтап. Ал жоқ ше.
Осы стрелкаға Жоқаның өзін қаспайтын белгілі. Бірақ оны жіберген жігіттері біреу де тірі ұтылмайтын болсын. Белгіленген жер қай жер екен өзі? Қандай трассасы? Бәсе, осы сырттан екен дәлелдеді. Онда былай, екі снайперді алдын ала сол жерге жеткізіңдер. Біздің жігіттер ұрысты бастап өткен кезде қашқан жауды қарсы алатындар қараған жақ бетінде тұру керек. Гранатометті, пулеметті солардың қолында болсын. Ал ұрысты әншейін сыртынан бақылап тұрғанның өзі маған еш ауыр әпермейді. Жеңіс мерейін көтеріп қайтты жігіттер. Жігіттер, күні түнде Гайц әйелі мен баласы жол апатынан қаза тапты. Ертең стрелкаға не істейміз? Расстрелу надо по-любому. Қайсар қайда жүр? Сәл кешігіп келем деген. Доста кешігіп келем деді ме? Оны білмедім. Айтпақшы, дос сақын болуы мүмкін. Сен оны қайдан білесің? Жігер, соңымызға түскелі дос бізден қашқақтап жүр. Солай де. Ендеше мен оны өз қолыммен өлтіремін. Бүгіннен қалдырмай. Әне, өздері де келіп жатыр ғой. Сапкон! Готовы к бою!
келетін болдық, а? Ордақ мәмілеге келетін болдық па әлде қалай, а? Наши заднюю не дадут. Будем биться до талого. Жарайды. Передаем, чтобы всем хватило. Давай. Ал бауырларым, тоз айтып жүрейін. Давай. Торғайлықтардың жеңіс үшін алып қойық. Жоға қазір не істеп жүр екен? Джоханы қайтесіз? Джоха басында ақшашы жылып жатқан шығар. У нашей прекрасной половины созрел тост. Хочу пожелать вам, чтобы ваш корабль мечты никогда не разбивался рифм реальности. За вас. Кайсик, бүгін кешке Тургайцпен кездесуіміз керек. Кездесерміз. Джоха мырза. Не болды. Söyle. Bizim jigitlerin bәрінде Тургайстар жермен жексен етіп қамзал. Yeah. Nasıl? Özüm haber veriyorum. Bugün tuzun varmışım tercihine. Bölgesi. Romborum'a. Özüm haber veriyorum. Зеке, осымен қысқа сапар шегіне жеттік.
қорғайтын ешкімім де, қорқатын ештеңем де қалмады. Екеуміздің арамызда байланыс нүктесі дәл қазір қойылып тұр. Сіз жалғыз қалдыңыз. Болыңыз. Бүгін құрайтын күніміз Айбат. Сен осы стрелкадан аман құтылсаң, бүгін түнде елге қаш. Мен жігермен бүгін соңғы рет кездесіп қалуым керек. Сол үшін осында қалам. Саған сендім енді. Осы соңғы мүмкіндікті аяп қалмаңдар. Бастаймыз ба? Жүрегім бірдеме сезіп тұр. Қорқпа, сындырамыз бәрі. Бүгін қару жарақты төлесеміз. Бүгін тургайстарын көзін құрту керек. Ана Айбатты мен өзіме алам. Вот. Тургайцы, что на нашей земле блатуете, а? Ты что на нашей земле блатуешь, а? Чё, сука, а? Давай!
Алло, Жохан мырза. Жақсы, қатырамыз. İsteyimiz, ya. Өтірем. Тыңда, Жоха бәрінің көзін құрт деп атыр. Мыналар не істейміз? Жіберейік. Болса да адам болмайды олар. Кеттік. Не болды, Айбат? Бензин бітті. Арқалыққа әлі алыс па? Әлде жарты жол бар. Кеттік онда.
Алло, ерлік. Сен аштан ашық ерледің. Жоқа екеуінің жігіттерін шаңқай түсте қанға боялды. Неге? Жоқа бүгін тұтқындалды. Немене? Жоқа осы кезге дейін мен қылмыстарды тізбектейтін күнделік толтырып жүріп пе? Мен жалпы қызыл жағаларға сенбеуші едім. Сен де солардың қатарында жүріп, шынайы достыма нұқсан келтірдің. Сатып кеттің, жігер. Олай емес, ерлік. Жоқ, тыңдашы. Сен тұтқындау жөніндегі бұйрықтың күші жойылған. Қалған әңгімені ертең оңаша кездесіп жалғастырайық. Сен сатпағаныңды дәлелдеймін сонда. Все, Айбат. Все кончено. Всех пацанов положили. Неге? Все из-за меня. Мен Джигер. За жабры меня взял. Вот тогда я всех сдал. Сонда жігіттер сен арқанда жарғысы кетті ма? Бауырым. Кешір мені, бауырым. Бұл жігіттер үшін. Қазақстанның ұйымдасқан қылмысын жоюға үлес қосқаныңа алғысымды білдіремін. Береке. Баяғыда сенің атаның жол апатынан қаза тапқанда екеуміз 2 күн бойы далада түнемедік қой. Сонда 6 жаста екенбіз. Иә, достым. Сенің де апаң 9 жасымызда қайтыс болғанда қош едің. Көрінгенің босағасында тек көгерге жеттік қой. Ал, әкеңді мүлде көрген жоқсың. Нағашы әжем қолында өспегенде күніміз не болар еді?
достық үшін алып қояйық. Береке. Сенің алдында айыпты шығармын. Бірақ заң алдында өзімнің антыма адалмын. Амал жоқ. Заңды сыйлауымыз керек. Түсінбедім. Так, сен өлдің. Так, сен өлдің. Достар бір-бірін өлдіре ме? Бұлар қалса өледі. Ал ендеше екеуміз құшақтасып өлейік. Так. Тургайс біздің Жігерді өзімен бірге ала кетті. Жігер нағыз батырға тән құрметпен еске алуға лайық азамат. Ал біздің бұдан былайғы ісіміз Тургайстың туған жеріне және басқа аймақтарға қашқан жандай шаптарына жаза қолдану болады. Қайсары кеше атыс кезінде оққа ұшты. Айбаты ауылында жасырынып жатыр. Қазақстан Республикасындағы көлеңкелі бизнеспен айналысатын соңғы бандитизм ретінде Тургайстың тобын құрықтауымыз мемлекетке үлкен абырой. Здравствуйте, гражданин. Предъявите документы, пожалуйста.
Тургай тобунан жалгыз өзүм калгам. Жоханын жигиттери түгелдей кырып кетти. Соңку сыйлагада менин баскарымдагы жигиттер олардын бирөөүнө тирүү жибермей жандарын салып калды. Акыры дегенибизге жетти. Жигер мен Тургаевдин сүйөгүн Туган топурагы Торғайга алып барган эле. Экөөү де кылшылдап турган жап-жас кездеринде кетти ғой. Ол эмне? Сол кезде кайган эжейдин босаганын көрсөм. Те же лица со страхом на глазах, все то же время на моих часах. И это время заставило людей бояться. Среди серых стен придется мне остаться. Чистые небеса радуют мои глаза. В памяти остались лица матери и отца. И куда свернуть, на какой путь? Всевышний, помоги разобраться, в чем суть. Ведь моя жизнь не рай, но я в ней жив. Не покину этот мир, его не победив. Тяжело остановить меня, еще сложнее забыть. Нет веры никому, о себе трудно верить. Не покинув степи, попробуй найти свой дом. Тот, в котором обретешь мирный сон. Почувствуй свой путь, пыль своих дорог. И может быть тогда тебя простит твой Бог. Аспанда арман, жерде мал, жүректен шаттан көргенмін. Біле алмай жүрген күйім бар, не болар? Достым ертең, соғысқа құштар жаным бар. Жұлдыздар көктен жауында, жеңілмейдемін ешқашан өлмейді. Я устал смотреть, как мать теряет сына. Его не стало, вина, любовь остыла. Застыло сердце, глядя на ребенка с улицы. Дайте крылья мне, я улечу в небо за птицами. Среди облаков с дымом раствориться. Что делать мне еще? Куда стремиться? Хочется закрыть глаза и забыться. И хоть в чьей-то памяти остаться. Мне не нужна награда, корона, золото, трон. Мне нужна свобода, где будет родной дом. Улыбки близких, радость и смех друзей. Но я остаюсь один в этой суматохе дней. И если есть на свете правда, то скажи, где она. Если нет ее, то зачем карабкаться? Время, остановись, я хочу сойти, чтобы понять, на верном ли я пути. Сезімге орын қалмаған, соғыстың оты жалмаған. Гитараң қайда, әуезді айтайын. Бірге қалқанна, көрінді арман алыста. Үркітпей оны барыста, жеткізбей тұрған сол өлке әзірге.
көде